Сәлем достар, біз бүгін кимчи мен рамённан кейінгі жүретін корей тағамы кимпап жасаймыз. Біріншіден айтарым, кимпап ол суши емес. Кимпапты жасау өте оңай. Бізге бар болғаны ким, яғни морская капуста, және күріш керек. Ортасына өзіңіз қалаған кез келген заттарды сала берсеңіз болады. Әрине, кимпапты мен ең бірінші осы ең сүйікті дорамамнан көрдім. Обалдеть. Вкусно. Ешь. Еще? Ну, кусочек. Бұл тағамды дайындауға жаңа айтқанымдай күріш және ким керек, морская капуста. Ортасына мен бүгін колбаса, огурцы, сәбіз, крабовые палочки және жұмыртқа қостым. Мен күрішке қосуға осындай кунжутное масло қолданамын және кимпапты орауға мынандай коврикті қолданамын. Бұл коврикқа 10-12 жыл болып қалған шығар. Мен қашаннан бастап кимпап жасап жүрмін, осыны әрқашан қолданамын. Және мынандай ким, яғни морская капуста. Бұның барлығы обычный супермаркеттен алынды. Ең біріншіден күрішімізді дайындап аламыз. 2 кесе күріш алдым мен, соны жақсылап 5-6 рет жуып, содан соң пісіреміз. Енді ортасына салатын барлық ингредиенттерімізді турап дайындаймыз. Біріншіден огурцыды, міне видеода көрсетілгендей, ұзынша қылдырып, соломка қылдырып турап шығамыз. Ортасындағы жұмсақ жерін алып тастасаңыздар болады. Тура осылай ұзынша етіп крабовые палочки және колбасамызды турап аламыз. Осы уақытта күріште дайын болды. Енді күрішті кимпапқа салу үшін оны кішкене тұздап, өз дәмдеріңізге қарай, жаңа күнжітне семечки және күнжіт майын қосамыз. Күнжіт майы болмаса ештеңе етпейді, сұйық май қосып кішкене дәмдеп алсаңыздар болады. Сәбізді теркадан өткізіп, оған кішкене тұз араластырып, жұмсарғанша кішкене қуырып аламыз. Ендігіде 3 жұмыртқаны жақсылап араластырып, тұз қосып, оны табада пісіреміз. Блинчик жасаймыз. Менде осындай өте жұқа әдемі болып 4 блинчик шықты. Блинчигімізді осындай орама етіп орап, ұзынша етіп тураймыз. Кимпапты жасауды бастайық, жылтыр жағы сыртынан қарау керек. Күрішті осылай домалатып алып, кимнің үстіне жұқа қылдырып жағамыз. Мына жердегі менің перчаткасыз жасап жатқан қолдарым не эстетично көрінеді әрине, бірақ маған осылай ыңғайлы. Ортасына барлық ингредиенттерді өз қалауыңызша салып шығасыз. Ең жауапты кезеңдердің бірі басталды. Кимпабымызды осы коврикқа салып, осылай әдемілеп ораймыз. Видеодағындай жасасаңыздар болады. Кимпапты орап бітер кезде, оның ең шетін сулап жіберуге болады. Сол кезде ол өте жақсы жабысады. Мінекей, менің өте дәмді тағамым дайын болды. Енді өте өткір пышақпен, осылай ақырын ғана пышақты сулап отырып турап шығамыз. Негізі кәрістер кимпаптың ортасына кез келген заттарды салып жасай береді. Мысалы үшін қалып қойған салаттар болсын, қалып қойған сосиска болсын, және ветчина сондайларды салып әр түрлерін жасап жей береді. Менде де солай, жаңа алдындағы кимпаптарға қосылған ингредиенттерге қосымша майонез және осындай листья салат қосып, басқаша дәммен жасауды жөн көрдім.
Осылай кимпапты орауды жанынан да түсірдім. Осы жанынан түсірген видеодан жақсылап қарап алсаңыздар болады. Міне менің осындай керемет кимпабым дайын болды. Бұның жасалу жолы өте оңай. Ішіне салынатын барлық ингредиенттер шыны керек жай супермаркеттен де табылады, магазинде де болуы мүмкін. Сондықтан ерінбей жасап көріңіздер, міндетті түрде өкінбейсіздер. Бұны шыны керек біздің үйде барлығы жақсы көреді. Жолдасым да, балаларым да барлығы сүйіп жейді. Астарыңыз дәмді болсын.